Түркістанға сәлем облыс орталығындағы дәстүрлі концерттің кезекті шығарылымына отырарлықтар мұрындық болды. Сән салтанаты мен ұлттық дәстүр әдет ғұрпының беріктігімен Түркістан аспан әнге бөледі. 150-ге тарта өнер иелерінің тамаша тартуы қасиетті мекен халқының көңілін бір серпілтті. Бұл жолғы жиын бұрынғы концерттерден өзгере көрбеді. Алдымен облыс орталығының тұрғындарына қолөнер бұйымдар ұсынылды. Туған жердің тарихынан сыр шертетін 200-ден астам туынды түркістандықтардың да көңілінен шығып жатты. Бұдан кейін түркістандықтар түрлі спорттық сайыстың куәсі болды. Арқан тарту, күш сынасу, балуандардың белдесуі қазақы салт дәстүрдің озық үлгісін аңғартты. Түркістан аспанын әуелеген әнмен көмкерген концерттік бағдарламаны Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Хадиша Шалабаева отырардағы той әнімен ашты. Әнші сазгер Берік Сексенбекұлы да өз шығармашылығынан Түркістанның шәуілдір кеші әндерін тарту етті. Дәстүрлі әншілердің ән шеруі халық аспаптар оркестрінің орындауындағы тамылжыған күйлер, аудан өнерпаздарының әндері мен мың бұралған билері мерекелік кешті жандандыра түсті. Түркістандықтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлаған мерекелік сазды бағдарлама жастардың әуезді кешіне жалғасты. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Ержігіт Маликов, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.